Ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар бауырлар? Достар, бүгінгі видеода біз тарту және итеру күштерін туралы айтатын боламыз. Болмаса бастайық. Біздің шығып қысқаша видеомызды көріңіздер. Ойына келе мен мынандай ойға шешім қабылдаған болатын. Тарту күштерін және де итеру күштерін дегенге арналған жаттығулар, олар мен ойымша базалық жаттығуларды айтсақ болады. Мысалы тарту күшіне ол кәдімгі турниктік тарту. Ол кезде сіздің білетіндеріңіздей бүкіл үстіндегі бұлшықеттер қозғалады. Яғни бицепс, иек, сосын арқа, сосын үстіңгі көкдақтың бұлшықеттері қозғалады, кейде бұлшықеттер. Одан кейін келесі тарту күштеріне осыны айттық. Енді келесі итеру күштері. Итеру күштеріне біз тағы да базалық жаттығу отжимание және де брусьяны айта аламыз. Ол кезде біздің нағыз кеуде бұлшықеті және де иыққа сол жерде екеуі әсер етеді. Сосын трицепске. Осы үш жаттығу, осы итеру және тарту жаттығуына арналған жаттығулар деп ойлаймын. Міне осы болды турник, брусья және де отжимание. Оны сіз білетін шығарсыздар. Біздің видеоларымыз іздесең көп ондай. Брусья, отжимание, турник дегенге байланысты. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Мен тағы да бір нәрсе айтып жіберейін. Егер тіпті итеру тарту күштеріне өздеріңіз ойласаңыздар, итеру деген кәдімгі итересіздер, тарту ол неше түрлі жаттығулар бар. Спорт залдың көп табы, тренажер залды. Және достар, тағы да айта кететін бірдеңе бар. Осы итеру, тарту күштерін егер сіздер үй жағдайында, мысалы, отжимание жасап, не болмаса барып турникқа тартылып, солай брусья жасап дамытатын болсаңыздар, онда сіздерде фундамент қоя бастайды, яғни сіздерде уже салмақ қозғалады. Таза бұлшықет салмағы қосылады. Содан соң достар, бұл спортпен айналысу деген осы ғой. Базалық жаттығулар ең керек. Мықты сен денеңді шығаратын осыларды істеген соң тренажерный залға смело бара аласыздар. Біз достар, видеомыз аяқталды, жұмысты тоқтатпаймыз. Каналға тіркел. Сау болыңыздар.